Dауысын шығарамыз. Қолдарын көтеріңдер. Soğuk yattı. Hızlı kurak akkan damlıyor. Ceviz kümge kuyruğunda. Uzayda жағасындағы талай рет болған бірақ дәл қазіргі жер салғысын тапты. Дария бұған жезді күнге көз қатқаны оның үйінде жатқанын да түсінді. Көңілі жақын мезат Дария сағынған сезінді. Арғы беттен бөлектен жұпар алған сары қыз құмалықта бір келгенде бала бетші Kızbен Дария желері арғылары бетіне еді толқындарды жағып бұрышында шау-шау соғып жатқан қыз барып ақын Дарияның жеңін күнге күйіп таңда бол Дария жағасында талай рет болған бірақ дәл зер салып Дария бұған белгісіз үнемі қатып жатқан оның не дап жатқанын де түсінді. Көңілі жаққан беймаза үнемі Дарияның өзі сағынған өзін Дарияның сағынған сезімді ағы бетінен соққан жиде күлдің иісі келден өзін рахат сезімге бөлеген жұпар ауаның сары қызы деген. Сары қызы. Басқа. Дауысы Шып-шып соғып жатты. Қыз бұрқырап аққан Дарияның жеті күнгі күйінде ол Дария жағасында талай рет болған бірақ қайырдыдай зер салып тыңдамапты. Дария бұған белгісіз үнмен тіл қатып жатқандай оны не деп жатқанын да түсінді. Көңілі жақын беймаза үнмен Дарияның сағынғанынан өзінің Дарияның сағынғанын сезінді. Арғы беттен соққан жиде күлдің иісі келді. Өзінің рахат сезімге бөлеген жұпар ауаның сағысыз құмалда жылдың мені қаншаға иіскеді. Енді құшағында жатыр. Қалың орманды аралап келе жатқан бір аю бала арасында кез болыпты. Ағаш басындағы бала арасына тамсанын аузынан сілкейді. Шұбырып оны жегісі келіпті. Аю ағаш басына өрмелеп ұяға жақындаған. Өз салмағымен өрене аюдың астындағы тағы да сарт етеді. Аюдың қазағынан аю басына өшелер әкеліп өзіне қайта оралған аюдың басына қағайған ағаштан
Biraz vakti var. 150 жақын. Жарайсың. Так, кім шығады тағы? Кем? Дауысын шығарып. Қайсыз? Қалың орман аралап келіп жатқандар аю бала арасында кезіп болып ағаш басындағы бала арасындағы тамсанып ауыз келет шұбырып оны жегісі келіп аю ағаш басында өрмелеп ұяға жақындаған соң ілініп тұрған ауыр бөренені оған кідірген жасап балаға ұмтылған аю бөренеге итеріп жіберді. Ары секірген аю бөрененің өз салмағын қайта орылмаған аюдың сарт етеді. Қаладағы қара күшке сенген ожар аю ашуланып бөрененің одан да бетер қатты итере өз салмағына қайта оралған бөрене аюдың баласының тағы да сарта етеді. Аюдың құлағына шыңылда баса айдалды. Бұған ызылған аю бар күшімен бөренені үшін рет итеріп жібергенде қайта оралған бөрене аюдың басына қайта қақ Қайерде отадың? Аюдың деген. 94. Шолдамаймыз. Тыңдаймыз. Дауыстарынан оқып жатқан баланың дауысы. Иә, олен оқыған кезде дауыстарын шығарып оқыңдар, қалғандарды еститіндер. Дауыстарын жарқын оқыңдар. Нұрислам досына. Қайырсың ба? Жер ашып кеткенде қасында жағаға бұрып шашып шымып жатты. Қыстың құрап аққан дарияның желді күні тыңдап дария жағасын талай рет болған, бірақ дәл қазіргі кезде сұралып тыңдапты. Дария бұған белгісіз үнмен қатып жатқандай, оның не деп жатқанын да түсінді. Көңілі жақын беймаза дарияның өзін танығанын өзіне келді. Өзі рахат сезімге бөлеген жұпар ауаның сарқыз құмарықта жатыр. Мейірі қаншаға иіскелгенде бір келгенде Балабекті ерте келермен деп ойлады. Ішінен қыстап қиял құшағында жатып кенет әкесін ойлады. Әкесі есіне түскен сәтте қолындағы жыртылған суретке қарады. Кім ба? 49 секунд. 49 секунд, 150 секунд. Секунд жазып. Секунд жазып. Секунд жазып. Секундтың қазірден Сабинадан бастап бердім. Бопты, арғара кете берейік онда. Қазір Кәусар қанша секунд? 49. 102 сөз, е? Бағына 56 секунд дегеніміз, оны жылды, е? Кім шығады тағы? Нереге? Басын шығарып, бастан. Қалыңдарынан аралап келе жатқан бір аю бала арасынан кез болыпты. Ағаш басындағы бала арасында тамсанып аузынан сәлекейі шұбырып оны жегісі келіпті. Аю ағаш басына өрмелеп ұяға жақынданып тұрған ауыр бөренеге оған кедергі жасапты. Балға ұмтылған аю бөренені итеріп жібереді. Ары сірпілдеген ауыр бөрене өз салмағымен қайта оралғанда аюдың басына итеріп жібереді. Тоқта. Бәрін аяқтап болды. Демек бізде 49 100 сөз. Ағай бұлардың бәрі оқу керек па? Ақпайын кел, дауыстап оқу Ақпайын. Дайынсың ба?
жел әлі артып кеткен еді. Толқындардың жаңа бұрынғыша жалп соғып жатты. Қыз бұрқырап арқап дарияның жерді күнгі күн тұрғыйдағы ол дария жағасында талай рет болған, бірақ дәл қазіргідей зер салып таңдамапты. Дәл бұған белгісіз үнеммен тіл қатып жатқанда оның не деп жатқанын да түсіне көңілі жақын беймаса үнеммен дарияның өзі сағынап, өзінің дарияның сағынаған сезімнің арқа бетіне соққан жерде гүлінің иісі келеді. Өзін рақат сезіме бөлген жұпар бір келген бала бекті ерте келемін деп ойлайды. Ішінен қыз сәтті Қайда тоқтадың? 59-39. 97 сөз бар. Келесі. Мержан. қаланың ортасына аралап келе жатқан бір аю бала арасында кезек болашақта болыпты. Ағаш арасында да жолай селкейді. Ұшқышта жетісіне келіпті. Аю ағаш басына өліпті. Үй ағаш ілініп тұрған неге оған қойылмезіне жасапты. Dağılsın şarabı. Hak. Nereye geldin? Bak dediğin yere geldim. 96. Kız bұрқырап аққан дарияның жерді күнгі күйін тыңдады. Ол дария жағасында талай рет, бірақ дәл қазіргідей салып ерте келген әкесіне деген. Әкесіне деген. Әкесіне 100 бар. Соғып жатты. Қыз бұрқырап атқан дарияның жерді күнгі күйін тыңдады. Ол дария жағасында талай рет болған, бірақ дәл қазіргідей зер салып тыңдамапты. Дарияға бұған белгісіз үнмен тіл қатып жатқандай оның не деп жатқанын да түсінді. Көңілі жаған беймаза үнмен дарияның өзін сағынғанын, өзінің дарияны сағынғанын сезінді. Арғы беттен Астында бар ма астында? Оқи бар. Соққан. Ағылеттен соққан жейді көзін иісі келді. Өзінің рахат сезімге бөлеген жұпар ауаны сары қыз құмарта жұтты. Мейірі қалғанша ескеді. Ендігі рөл келгенде бала бекті ерте келермен деп ойлады. Ішінен қыз тәтті қиял. 89. 89 yani. Hayvan gibi.
öğrensen. Gel, devam. Ya acı bir de kısımlar sorun yok. Sorun yok.